Сәлем достар, сіздермен Азиза. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Менің каналымның дамуына үлкен үлестеріңізді қосатын боласыздар. Салатқа қажетті азық-түліктерді описание бөліміне жаза кететін боламын. Ең алдымен етті осылай видеодағыдай етіп турап алатын боламыз. Бір қиярды жуып тазалап турайтын боламыз. Егер қиярымыз кішкентай болса, 2 немесе 3 қолдануға болады. Қиярды көбіктеп турап болған соң, туралған еттің үстіне саламыз. Алдын ала қайнатылып алынған сәбізімізді күштен өткіземіз. Сәбізді де ыдысымызға саламыз. Суға қайнатылған жұмыртқаны ағын бөлек, сарысын бөлек қылып ажыратамыз. Ең алдымен сарысын үккіштен өткіземіз. Одан соң жұмыртқаның ағын үккіштен өткіземіз. Суға қайнатып алынған қызылшаны үккіштен өткізетін боламыз. Міне қызылшаны үккіштен өткізіп болдым. Енді барлық үккіштен өткізілген азық-түліктеріміздің үстіне майонез салып, татымына қарай тұзымызды салып, араластырып аламыз. Дайын болған салатымызды осылай тәреугеге әдемілеп дөңгелетіп орналастыратын боламыз. Үккіштен өткізіп, дайындап алған жұмыртқаның ағын салатымыздың үстіне саламыз. Сағат атты салатымызды қанекей бірге әсемдейік. Бір сәбізді алып, осылай 12 дөңгелек тураймыз. Және де сағаттың тілі ішінде сетіп ұзындау 2 таяқша кесеміз. Сағаттың дәл ортасындағы дөңгелекше ол тұздалған қияр. Енді майонезбен сәбіздердің үстіне сандар жазып шығамыз. Міне біздің жаңа жылдық үстеліміздің сәнін келтіретін сағат атты салатымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Жаңа 2022 жыл армандарыңыз бен мақсаттарыңыз орындалатын жыл болсын. Жаңа жыл құтты болсын. Жаңа жылдық салат ұнаған болса, үліпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпа.